Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бақытсыз Айман. Өмірден алынған шынайы оқиға. 2 бөлім. Үніңді шығарма, айтқаныма көнесің, көнбейді екенсің, бауыздап саламын деп тарпа бас салды. Жанталасып қалайда есікті ашпақшы болып тұтқаны жұлқылай бастадым. Аша алар емеспін. Ашылмайды. Күштеп киімдерімді шеше бастады. Қарсыласып жанталасып айғайға бастым. Әлгі адам пышағын тамағыма тақап, үніңді өшір, деп тістене сөйледі. Қимылдасам пышақ тамағымды орып кеткелі тұр. Бұлай қорланғанша өлсем өліп кетейін деп қарсыласа алып жатырмын. Алайда күштен емес еді. Жанымды көзіме көрсетіп, арам ойын іске асыра бастады. Қорқынышты түс көріп жатқандаймын. Қорланып, ащы өксік өңешіме тығылып, дем алар емеспін. Сол кездегі жан күйзелісімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Өз жұмысын бітірген әлгі азғын есікті ашып жіберіп, "Түс, шық!" деп сырт киімдерімді лақтырып жіберді. Сүлдерімді сүйреп, әрең түскен маған, түнделетіп осыны іздеп жүрген шығарсың. Біреуге айтып шағымданатын болсаң, тауып алып өлтіремін деп мені қорқыта бастады. Қалшиып тұрған орнымда қанша тұрғанымды білмеймін. Қалшылдап, мұздай бастаған, бірақ есімді жидым. Жаным мен тәнім шыдатпай ауырып, тісім тісіме тимей сықылдап әрең киіндім. Сүйретіліп трассаға жеттім. Жан-жағыма қарап, қаладан біраз ұзап кеткенімді түсіндім. Үйге қалай қайтамын? Такси тоқтатуға жүрек дауламайды. Осылай жол жиегінде егіліп жылап тұра бердім. Қанша тұрғанымды білмеймін. Bir кезде "Қалаға ма?" деген дауыстан селк етіп оянғандай болдым. Қарасам қасымда көлік тоқтап тұр екен. Көлік ішіндегі жүргізуші әйел адам маған қарап, "Қалаға ма?" деп қайта сұрады. Жүргізуші әйел адам болған соң үнсіз басымды изеп көлікке отырдым. Ақырындап қалаға жақындай бастағанда жүргізуші келіншек, "Мекен жайыңызды айтыңыз" дегенде жылап жіберіп әрең айттым. Менің жай күйімді көріп отырған ол кісі ақырындап, "Жай жүрсің бе?" деп сұрады. Сөйлеуім мұң екен, көз жасым еріксіз төгіліп жатты. Ол кісі түсінген сияқты. Артық ештеңе демей үйге жеткізіп салды. Сүйретіліп үйге кірдім де, сылқ етіп төсегіме отыра кетіп, көз жасыма ерік бердім. Пәктігімнен айырылып, жанымды жаралап, тәнімді қорлаған азғынға лағнетімді жаудырып таңдатырдым. Кенеттен ілгіште ілініп тұрған халаттың белдігіне көзім түсіп кетті. Жалма-жан атып тұрып белдікті ала сала сыртқа шықтым. Дәретханаға бара сала миыма сап ете қалған ойымды іске асырмақшымын. Белдіктің бұрышын жоғарыдағы бірінші көзім түскен ағашқа байладым. Екі аяғымды екі қабырғаға тіреп, екінші ұшын мойныма орап байлап алдым. Міне, бәрі де бітті. Жалған дүние, қайыр қош деп екі аяғымды жібере салдым. Жібергенім сол, гүрс етіп дәретхана еденіне құлап түстім. Жоғарыдағы ағашқа дұрыстап байламаған секілдімін. Осы сәтте есікті жұлқа ашқан Нина әжей көрінді. Дәретханаға шыққан екен. Нина әжей гүрс еткен дауысқа жүгіріп жеткен екен. "Не болды? Амансың ба? Еш жеріңді ауыртып алмадың ба?" деп сұрағын жаудырып жатыр. Мойнымдағы белдікті көріп, аңтарылып бір сәт тұрып қалды. "Мұның не жарқыным-ау, мұндай әрекетке баратындай не болып қалды? Бүкіл өмірің алды емес пе, күнім-ау? Мұның не?" деп кемсеңдеп мені құшақтап жылай бастады. Мойнымдағы белдікті шешіп, сүйрелеп үйге кіргізді. "Қарағым-ау, ыстығың көтеріліп кеткен бе? Күйіп жанып тұрсың ғой." Дәрі-дәрмегін беріп төсегіме жатқызды. Ойын іске аспай қалғанын бір нүктеге қадалып мен жатырмын. Менің мына жатысыма қарап, ағыл-тегіл жылап жүр. Өз-өзіне келіп сауығып алсын, деді ма, басқа сұрақ қойып мазаламады. Ішкен дәрім әсер етіп ұйықтап кетіппін. Қара терге түсіп, тітіркеніп ояндым. Өз-өзімнен жиіркеніп душқа кірдім. Тәнімнің бәрі ластанып тазармайтындақ қалғандай, денемді ысқышпен ысқылап жатырмын. Ысқылай берсем, бұл дақ енді ешқашанда кетпейді, тазармайды. Нина әже үйде екен. Менің ұзақ жуынып жатқаныма алаңдап, есікті қақты. "Айман, ас дайын болды. Қанша уақыттан бері нәр татпадың, қарның ашқан болар. Кел түстенейік" деп жатыр.
Жуынатын бөлмеден шығып ас бөлмеге өттім. Сорпаның хош иісі орынды жарып барады. Ішегім шужылдап, қарнымның ашқанын енді сездім. Кел қызым, жақсы болып қалдың ба? Бәйек болып сорпасын құйып ыстық шайын ұсынып жатыр. Қарным ашып тұрса да тәбетім ештеңеге тартар емес. Оны-мұны шұқылап тамақтанғандай болдым. Шай үстінде нені әжей Салтанаттың 2-3 күнге үйіне кеткенін, кешелі бері маған алаңдап, осында болғанын айтып, не болғанын сұрай бастады. Асқа рахметімді айтып, біраз таза ұжытып, серуендеп қайтайын деп сыртқа киініп шықтым. Маған алаңдаған ол кісіге уайымдамаудың қажетін айттым. Біраздан бері қар жаумай, алдын жауған қарлар менің көңілім секілді кірлеп кетіпті. Өз ойыммен арпалысып келе жатып саябаққа жетіп қалыппын. Шетте тұрған бір орындыққа отырдым. Бүкіл өмірім көз алдымнан өтіп жатты. Жұпынылау өткен балалық шағым, арман қуып Алматыға келгенім, ата-анама салмағымды салмайын деп жұмыс істеп, білімсіз қалмаймын деп оқып кеткен жаңағы болған іс, барлығы ойыма түсіп жылап отырмын. Небәрі 20 ғана жасымда ақырында ғасыр бойы жалғасқан махаббат деген ұлы сезімге бөленіп, гүлдей жайнап жүрудің орнына тауым шағылып, ертеңге деген сенімім солып, үмітім үзіліп, арман мақсаттарымның күл-талқаны шыққан еді. Еркектерге деген жек көру сезімі ұлғайып, оларға сенбеуге, ешқашан тұрмысқа шықпауға өз-өзіме уәде бердім. Арман қала Алматым, сұм қала Алматыдай көрініп, бір жолға кетпекке бел буып орнымнан көтерілдім. Ертеңіне құжаттарымды алып, салтанатты күтпей, Нина әжемен қош айтысып, ата-анама оралдым. Бұл жағдай туралы ешкімге тіс жарып айта алмадым. Жалғасы бар.